Право алу 2025 тест сұрақтары. Бағдаршамның мына сигналы кезінде көліктер қалай қозғалу керек? Бұл жерде әрбір жүру жолағына жеке бағдаршам орнатылған. Көк көліктің бағдаршамы жүруге рұқсат беріп тұр, ал сары көлікке қозғалысқа тыйым салынады, себебі бағдаршам қызыл жанып тұр. Ал ақ түсті бағдаршам ол трамвайлардың бағдаршамы, астыңғы және үстіңгі ортаңғы ақ свет жанып тұратын болса, трамвайға қозғалысқа рұқсат етіледі, тек тура бағытта. Сондай-ақ сіз өтіп бара жатқан жолақтардың әрқайсысында бағдаршам орнатылған жағдайға тап болуыңыз мүмкін. Қорықпаңыз, жолақтардың әрқайсысы өзінің жеке бағдаршамымен қозғалады. Егер төменгі сигнал және орта, жоғарғы сигнал қосылса, онда тікелей қозғалысқа рұқсат етіледі. Осы жағдайда сізге басып озуға рұқсат етіледі ме? Бұл жерде бізде тұтас сызық тұр. Бірақ жүк көлігі 30-бен жүріп келе жатырған болса, бізге басып озуға рұқсат деп көп кісілер қателесіп жатады. Тұтас сызықтан мүлдем басып озуға тыйым салынады. Ал егер тұтас сызық жоқ, 3/20 жол белгісімен тұратын болса, онда басып озуға рұқсат етіледі, егер көлік 30-дан төмен жүріп келе жатырса. Және бір жағдай, тұтас сызық басып озуға тыйым салатын болса, кедергіні айналып өтуге ол тыйым салмайды. Кедергі дегеніміз ол бізде қозғалмайтын объект. Ал егер кедергіде қос тұтас сызық, яғни екі сызық тұратын болса, мүлдем кесіп өтуге болмайды. Егер реттеушінің нұсқалары бағдаршам сигналдары мен басымдық белгілерінің талаптарына сәйкес келмесе, көлік құралдарының жүргізушілері нені басшылыққа алуы керек? Жол қозғалыс ережелерінің 38 тармағы бойынша жүргізушілер мен жаяу жүргіншілер, тіпті олар бағдаршам сигналына, жол белгілері немесе таңбалардың талаптарына қайшы келсе де, реттеушінің сигнал талаптары мен бұйрығын орындайды. Бұл жерде дұрыс жауабы С болады. Мына жағдайда жол қозғалысына қатысушылардың қайсысы ережелерді бұзды? Реттеуші дәл осылай тұратын болса, бізге тура және оңға бұрылуға рұқсат. Оңға бұрылу кезінде жаяу жүргіншілерді өткізу керекпіз. Бұл жерде барлық қатысушыларға қозғалысқа рұқсат, сол себепті ешкім ережені бұзған жоқ. Осы жағдайда сізге қандай бағыттарда қозғалысыңызды жалғастыруға рұқсат етіледі? ПДД бойынша бұндай жағдайда тура және оңға бұрылуға рұқсат етіледі. Бірақ бұл жерде жол таңбасы мен жол белгісі бойынша тек оңға бұрылу керекпіз. Сол себепті біз тек оңға бұрыламыз. Бұл право алу емтиханы автосында кездесетін тесттер. Егер сізге дәл осындай тесттер керек болатын болса, профильдегі сілтемеге өтіп, WhatsApp-қа жазыңыздар. Қолдары төмен түсірілген немесе екі жаққа ажыратылған. Белгі рельсіз көліктерге тура және оңға, жаяу жүргіншілерге жолдан өтуге рұқсат етілген білдіреді. Кеуде және артқы жағынан барлық көлік құралдары мен жаяу жүргіншілердің қозғалысына тыйым салынады. Трамвайлар үшін бұл сигналдар басқа мағынаға ие. Трамвайларға жеңнен реттеушінің жеңне өтуге рұқсат етіледі.